Ораза жанның азығы, тәннің шипасы. Иісі мұсылман баласына 30 күн ораза тұту міндеттелген. Ораза тұтқан кісі қандай сауапқа және дәрежеге ие болады дегенге келсек, Алла тағала бұйырады. Адам баласының бүкіл істері өзі үшін, ал ораза болса мен үшін. Сол себептен ораза тұтқан кісінің сауабын жеке өзім беремін. Яғни ораза бұл пенде мен жаратушының арасындағы сыр болып есептеледі. Ораза тұтудың сауап тұрғысынан да, адам ағзасына да пайдасы мол екендігі әлде қашан дәлелденген. Сонымен, қасиетті Рамазан айында ауыз бекіткен болсаңыз, сіздің ағзаңызда қандай өзгерістер болып жатыр, соны бірге білейік. Осы орайда қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеліп, лүпіл басып, осы видеоның кеңінен таралуына бір адамдай септігіңізді тигізіп, жақындарыңызбен бөлісіп, пікір жазып, қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Сонымен, ораза ұстаған мерзімде сіздің жасушаларыңыз жаңарып, ескілері жойылады. Ағзаңызда толықтай жаңару процесі жүреді. Қарныңыз ашқан кезде әлсіз, ескі жасушалар өздігінен жойылып, аштыққа қарсы тұру үшін ішкі ағзалардың белсенділігі артып, жаңа жасушалар түзіледі. Ораза ұстаудың тағы бір пайдасы қант диабетінің алдын алатын көрінеді. Неге десеңіз, ауыз бекіту қандағы қант үлесін барынша төмен мөлшерге түсіруге үлкен септігін тигізеді. Өйткені ораза кезінде сіздің ұйқы безіңіз демалады. Осы уақыт аралығында артық салмақтан арылып жатқаныңызды да байқауға болады. Расында, бұл жағынан да оразаның тигізер көмегі орасан зор. Егер сіз ауыз ашқаннан кейін де тамақ мөлшеріне шектеу қойып, дұрыс режимді ұстанатын болсаңыз, бойыңыздағы артық салмақпен бір жолата қоштасасыз. Білесіз бе, ораза кезінде теріңіз тазарып, бетіңізге шығатын түрлі безеу секілді бөртпелердің саны едәуір азая түседі. Өйткені қандағы және терідегі су құрамы кемиді. Бұл терінің қуаттылығын арттырып, зиянды микробтар мен бактерияларға қарсы тұруына көмектеседі. Одан бөлек, ауыз бекіту қан қоюлануының алдын алады. Көптеген ғалымдар ауыз бекітудің денедегі майдың құрамын азайтып, холестерин мөлшерін бәсеңдететінін жиі айтады. Ауыз бекітудің тағы бір артықшылығы, бұл кезең сіздің жүрек қан тамырларыңыздың жүйесін жақсартуға көмектеседі. Өйткені 15 сағаттық аштық жүректің асқазанға қан жіберуге жұмсайтын күшін тежейді. Сондай-ақ қандағы майдың үлесін азайтады. Бұл айда ас қорыту жүйеңіз демалып, ағзаңыз улы заттардан тазаланып жатыр. Көптеген ғалымдар оразаның көңіл күйді де жақсартатынын дәлелдеген. Себебі ауыз бекіту мидың физикалық күйзеліске қарсы тұру қабілетін арттыруға көмектеседі екен. Аш жүру сіздің ми жасушаларыңыздың дамуына ықпал етіп, есте сақтау қабілетіңіз бен ойлау қабілетіңізді жақсартып жатыр. Бұл қасиетті ай біздің жағымсыз тәуелділіктерімізден арылуға да себепші болмақ. Рамазан айы шылым шегу, ішімдік ішу, құмар ойындар сияқты жағымсыз арам әдеттерден арылуға таптырмайтын кезең. Егер сіздің бұған дейін қан қысымыңыз жоғары болып, басыңыз жиі ауыратын болса, ауыз бекіту қан қысымыңызды түсіріп, және қаныңыздың қоюлану қаупін азайтуға тырысып жатыр. Міне достар, қадірлей білсек, Рамазан айы тек ауыз бекітіп қана қоймай, жаман сөздерден, күнделікті әдеттерден, жағымсыз тәуелділіктен арылуға көмектеседі. Мен бүгін оразаның сауаптан бөлек ағзаға тигізетін мол пайдасының тек шағын бөлігін сөз еттім. Осы шағын видеом арқылы оразаны әлі бастай алмай жүрген өзім секілді жандарға біраз ой салдым деп ойлаймын. Ең бастысы, оразаны шын ниетпен, Алланың разылығы үшін ұстау қажет. Ал шын ниетпен жасалған дүние өзіңізге де, өміріңізге де, денсаулығыңызға да оң әсерін тигізетіні сөзсіз.
Сөз соңында айтарым, Алла ұстаған оразаларыңызды қабыл етсін. Сауаптарыңыз молынан болсын. Осы айда алақан жайып, тілеген тілектеріңіз орындалсын. Оразадан оразаға еліміз аман, деніміз сау болып, Алланың сүйікті құлдарының қатарынан болуға әрекет етіп, бас аман, бауыр бүтін болып жете берейік. Назарларыңызға үлкен рахмет.